Фариза Оңғарсынова атындағы номер 29 жалпы білім беру орта мектебінің 6 Д сынып оқушысы Қанатбай Назеркемін. Бүгін менің атым Қожа повестін айтамын. Атымды айтсаң, тап бір тіліме жабысып қалғандай болады. Адамға жақсы естілетін ықшам аттар болады. Мысалы, Ербол, Берік, Серік, Самат, Марат деген сияқты әртүрлі аттар бар. Бірақ менің өзімнің атым өзіме ұнамайды. Негізі менің шын атым Қожа берген, бірақ көбісі Қожа деп атап кеткен. Шіркін, атымды өзгерте алсам ғой, өте күшті болатын еді, бірақ амал нешік өзгерте алмаймын. Менің сыныбымда 2 Қожа бар. Біреуі мен, біреуі Сүттібайдың үлкен баласы. Сыныптастарымыз шатастырып алмау үшін мені Қара Қожа, ал Сүттібайдың баласын Сары Қожа деп атаған. Мені Қара Қожа дегенде әу деп айтам. Кейде олар мазақтап Қара Қожа дегенде байқаусызда әу деп қалатыннан бар, соған жыным келеді. Бір күні мектептің спорт залына бара жатсам, Жантасты көрдім. Жантас айтады: "Қожа, қолымда не бар екен білесің бе?" дейді. "Не бар?" деп сұрадым. "Қолымда лагерге жолдама. Мен осы жол барамын. Сен тізімде жоқсың, бармайсың. Ауылдағы көшеде құтырып жүрген иттерді қарап ауылда қалатын болдың" дейді. Сосын ол жынданып, "Майқанова апай қайда?" деп сұрайды. "Майқанова апай мектепте" дейді. Сосын мен мектепке бардым. Мектепке барғаннан кейін "Майқанова апай не болды?" деп сұрады. "Қадыров" деді. "Маған лагерге жолдама беріңізші" дедім. "Жоқ, осы жолы бармайсың, келесі жолы барасың. Негізінде лагерге тәртіпті, жақсы оқитын оқушылар барады, ал сен болсаң тәртіпті емессің, сол үшін бармайсың" деді. Мен ызаланып кетіп қалдым. Артымнан "Майқанова апай, Қадыров" деп 3 рет айқайлады. Сонда да мен қарамай кетіп қалдым. Сосын бір күні зоология ағай Оспанов: "Ертең кім бақа әкеледі?" деп сұрады. "Мен әкелейін" дедім. "Нешеуін әкелейін?" деп ағайдан сұрадым, Оспанов ағайдан. Сосын ол айтты: "1-2 жетеді" деді. Мен болсам қаңылтырға, баклажканың қиындысына толтырып 5 бақа алып бардым. Бірінші сабақ қазақ тіл, қоңырау әлі соғылған жоқ. Майқанова апай партаға сөмкесін қойып кетіп қалды. Сосын мен іштей ойладым: Майқанова апайдың сөмкесіне 1 бақа салып жіберсем не болады екен деп ойладым. Сосын ойладым да, не болар екен көрерміз деп барып бақаны салып жібердім. Сабақ басталды, қоңырау соғылды, сыныпқа келді, тізім жасады біздің апай Майқанова. Содан кейін сумкасынан қол орамалын алайын деп жатқанда, алғанда бақада соған жабысып шықты. Сосын Майқанова апай айқайлап шошып 2 күн сабаққа келмеді. Сосын үйге бардым. Үйге барғаннан кейін алдымнан әжем шықты. "Қайда жүрсің қаңғырып? Мамаң анаяқта 4 бөлмеде отыр. Абайла ашулы" деп құлама сыбырлады. Сосын жаймен дірілдеп бардым. Тап бір жүрегімді тіліп қойғандай қатты қорқыттым. Жаймен бардым. "Мама" дедім, бірақ ол қарамады. Одан кейін "Жылап жатсың ба?" дедім. Одан кейін ол қарады да "Иә, жылап жатырмын сені кесіріңнен" деді. "Неге сен мынандай болып тентек болып кеткенсің? Баяғыда ондай емес едің ғой" деп маған ұрысты. "Мына сорлы анаңды өлтіретін болдың ғой" деп ұрысты. Одан кейін "Болды, енді қайталамаймын" дедім. Сосын "Мама" деп едім. "Маған мама деме, мен сенің анаң емеспін" деді. "Маған жолама" деді. Сосын ол мама маған ренжіп қалды. Ренжіп қалғаннан кейін анам екеуміз келесі күні педсоветке бардық. Педсоветке барғаннан кейін Ахметов келіп, менің анамды "Сізді күтіп отыр едік, жүріңіз" деп алып кетті. Маған айтты: "Осы жерде күте тұр, қазір шақырамыз" деді. Сосын жарайды деп мен күтіп отырдым. Одан кейін алыс жақтан біреу келе жатыр екен. "Бұл кім?" деп сұрады. "Мен ғой атай" дедім. "Менің кім?" деді. "Мен Қожамын" дедім. "Мынаяқта не істеп жүрсің?" дейді. "Педсоветке келіп едім, мені директор қылмақшы" деп айттым. Ол адам мектептің күзетшісі Сәйбек қарт болған екен. "Ей балам-ау, сенің әкең Қадыр
өте күшті адам еді ғой, бірақ оның менде қарасы бар. Теңгесі, тиыны емес, қарасы бар. Бір күні колхозда екеуміз жұмыс жасап жүргенде мен оны байқаусызда өлтіріп қойғанмын. Содан бастап оның қарасы менде жүр. Негізі сен әкең не тартсаң күшті бала болатын едің, бірақ сен тартпағансың, сондықтан әкеңе ұқсамапсың дейді. Сосын Ахметов жүр деді. Сосын жүр кір ішке деді. Сосын мен кірдім. Кіргеннен кейін барлығы жиналып отыр екен. Сосын менен сұрады. Бұл нешінші рет қайталануы деп сұрады. Кешіріңіз, енді қайталаймын дедім. Бұл сөзді мен уже 100-ші рет естіп тұрмын. Сен неге тентек бола бересің деді. Содан кейін Майқанова апай ұрысты. Бұл тентек болмаса бола алмайды, жүре алмайды деп. Одан кейін педсовет бітті. Одан кейін ағаштың түбінде мен отырдым. Екі теректің ортасында отырдым. Одан кейін енді түсейін жатқанда аяғым қыстырылып қалды. Сосын астында Ахметов пен Майқанова апай келатыр екен. Сосын тұшақта тұрып қалдым. Сосын екеуі келе жатқанда әңгімесі шетін естіп қалдым. Сосын Майқанова апай айтыпты, түбінде адам болатын бала осы Қожа Қадыров деді. Мен соны естігеннен кейін түсінбей қалдым. Майқанова апай мен түбінде адам болатын бала деп жүр ма не? Мен оны жеп көретін шығар деп ойлаған едім деп таң қалып қалдым. Я, расымен де ол түбінде адам болатын бала деп Ахметов ағай да соған қосылды. Одан кейін үйге қарай бардым. Үйге барғаннан кейін кешкі асымды ішіп болғаннан кейін бөлмеге келіп кешке қарата айнаға қарап отырып өзіме серт бердім. Біріншіден, егер де мен біреуге өзім тиіссем, ешқандай тамақ ішпей отырамын депті. Егер де ол маған тиісіп құтырып қоймаса, тоқта, тиіспе, соңы жаман болады деп айтам, ескертулер айтамын деді. Үшіншіден, мектепте бір қастық жасасам, кабинеттен шықпай қоңырауда отырамын деп өз-өзіне серттер береді. Одан кейін ол ішінен ойлап отырады. Қандай тамаша күн, ай жарық болып тұр, балалар музыка қосып дүрсілдеп билеп жатыр, күн өте күшті болып тұр. Самға лаула деп лаула құсы асығатым да ертеңгі күнім болашағым деп айтыпты. Одан кейін повест бітті. Сіздерге айтарым, осы менің атым Қожа оқиғасын оқыңыздар. Бұл өте қызықты, әртүрлі оқиғалар болады ішінде. Осыны карантиннің кезінде оқысаңыздар өте жақсы. Повесттердің бірі, өзіміздің білімімізді шыңдап, өйстіп кітап оқып білімімізді арттырайық. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.